Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, Қазақ 24 каналымызға қош келдіңіздер. Табиғатты қорғау мекемелері қызметкерлерінің жалақысы көтеріледі. Егер де видеоролик турсында толығырақ мәліметке ие болғыңыз келсе, видеоролик төмендегі подписаться және де бір ғана лайк түймесін баса кетуді ұмытпаңыздар. Лайк түймесін басқан қолдарыңыз дерт көрмесін, біз сіздерге ең жақсысын жеткіземіз. Ал ендеше бастадым. 1 шілдеден бастап олардың жалақысына 100% үстемақы қосылады. Үкімет тиісті қаулы қабылдады. Құжатта адам өмірі менен денсаулығына қауіп төндіретін жұмысы үшін қосымша ақы белгілеу көзделген. Еңбек жағдайларының ерекше құрылымдарының қатарына жануарлар дүниесін қорғау, оларды қорғау және де қалпына келтіру, мемлекеттік орманды қорғау және де тағы да басқа мамандандырылған ұйымдар жатады. Енді қызметкерлердің орташа жалақысы атқаратын қызметі менен жұмыс өтіліне байланысты 101 мыңнан 320 мың теңгеге дейін ұлғаяды. Жалпы осы салада 12.876 қызметкердің жалақысы көтеріледі. Бізді тамашалауды жалғастырыңыздар және де сау саламатта болыңыздар.